Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен ең сүйікті пирогым слезы ангела пирогын пісіреміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар, сіздермен айман. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін ыдысымызға ұн, қопсытқыш, тұз, қант, сары май қосып араластырамыз. Пирогтың толық рецептісі осы видеоның астында описанияда болады, барлық жазылады. Тестамызды бір қалыпты жасап алсақ, үстіне жұмыртқа қосып, жұмсақ қамыр илей бастаймыз. Қамырымызды басып, салфанға салып, 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Салмасын жасаймыз. Сүзбеге сарыуыз, қаймақ, қант, манник, ванильный сахар қосып, барлығын блендермен, болмаса жақсы миксермен қою қалыпқа келгенше араластырып аламыз. Салмасы дайын болса, формамызды алып шығамыз. Менде 24 дециметрлік форма. Тестамызды алып, тестамызды жақсылап тұрып орналастырып аламыз. Ішіне бекамен бір-екі рет басып салсаңыздар болады. Жан-жақтарын ұстап, әдемілеп тегістеп, ішіне салмасын салып, салмасының бетін тегістеп, қызып тұрған 80 градус пешке 30 минутта пісіріп аламыз. Ал енді белогын жасаймыз, және сарыуыздан қалған белок пен шекерді миксермен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қою қалыпқа келгенше араластырамыз. Видеодағыдай араластырып болсақ, пирогымыздың бетіне төсейміз піскен. Тегістеп аламыз, және кішкентай қашықпен әдемілеп түртіп әдемілейміз. Осы қалпында жаңа қызып тұрған 80 градус пешке 15 минутқа салып пісіреміз. Ал пирогымыз дайын болды. Өте ыстық қалпында жемеуге кеңес беремін. 2 сағат күту керек, суыған, және суығаннан кейін бетіне тәтті тамшылар шығады. Ертерек ашамадан соң көрсетемін. Міне уже 2 сағат өтті. Пирогымыздың суыды, бетіне жаңа тамшылар шықты, тәтті тамшылар. Қазір сіздерге жақынырақ көрсетемін. Жасап көріңіздер, сіздерге бұл видео ұнады деген ойдамын. Менің парақшама және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне бетіне жастар шықты, сіздерге көрініп тұрған шығар. Дәмі де өте супер, қонақ күткенде алдына ұялмай салатын пирог. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.